Ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздерге дастархандарыңыздың сәнін келтіретін, өте әдемі дәмді болып шығатын, тартылған еттен дайындалатын рулеттің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен рулеттің сыртқы бетін дайындаймыз. Оған бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны салып алғаннан кейін оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз алдымен. Одан соң үстіне манная крупаны, одан кейін ірімшікті, одан кейін майонез және де қаймақты қосамыз. Не болмаса бірден 100 грамм майонезді, не болмаса 100 грамм қаймақты қоссаңыздар да болады. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және де түс келтіру үшін мен куркума және де паприка қостым. Барлығын жақсылап араластырып, одан кейін табаға пергамент қағазын төсеп, видеода көрсетілгендей етіп, осы массамызды үстіне жайып шығамыз. Және де 170 градуста қызып тұрған пеште 25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Одан кейін рулеттің салмасын дайындайық. Оған бізге тартылған ет және де жуа қажет болады. Екеуін жақсылап тұз бұрышын қосып араластырып аламыз. Одан соң пісіп шыққан рулеттің үстіне осылай ыссы күйінде салмасын түгелімен салып, тегістеп жайып шығамыз. Салмасын қолыңыздың көмегімен салып тегістеген дұрыс болады. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп пергамент қағазын көмегімен рулетті орап шығамыз. Рулетті орау ешқандай қиындық тудырмайды, тек видеода көрсетілгендей әрекеттерді қайталап орасаңыз болды. Дайын болған рулетті одан соң фольгаға салып, жақсылап қайтадан орап шығып, жан-жағын бекітеміз. Және де осы дайын рулетімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут көлемінде тағы да пісіріп аламыз. Рулет піскеннен кейін оны фольгадан босатпай, әбден суытып аламыз. Суығаннан кейін ғана оны фольгадан босатып кесуге болады. Рулет дастарханыңыздың сәнін келтіретіндей өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Сіздер міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып және де міндетті түрде мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Жасан. Назарларыңызға рахмет.